Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін сіздерге самса пісіруді көрсетемін. Ең бірінші нанын илеп аламыз. Ол үшін бізге жылы су, жарты кесе жылы су, жарты кесе жылы сүт керек. Жарты қасық чай қасықпен тұз салам. Онды мөлшермен салып, илей бастаймыз. Қатты да, қатты жұмсақ та емес, орташағы билейміз. Нанымызды илеп алдық. Кішкене дастарханға басамыз. Енді осы нанымызды пакетке салып, бір жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Самсаның ішіндегі салмасына бір 400 граммдай фарш алдым. Бір орташа картопты осындай қылып ұсақтап турадым. Картоп қоспасаңыздар да болады. Бір пиязды ұсақтап турап қосып жіберем. Қасықтың ұшымен кішкене қара бұрыш. Чай қасықпен бетін жадағайлап тұз. Кішкене қызыл бұрыш қосам. Сонымен жақсылап араластырамыз. Самсаның ішіне салатын салмасы дайын болды. Енді қазір нанымызды жаямыз. Нанымызды алдық. Енді жұқалап жайып алу керек. Нанды жайып алдым. Енді бетіне сармай жағамыз. Щеткамен жақсаңыздар да болады, мен қолмен жағам. Осылай. Енді рулет құсап, шетінен бастап ораймыз. Орап алдық. Самсаны үлкендеу жасасаңыздар, үлкенірек қып кесіңіздер. Мен орташа қып жасаймын. Менің видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Енді осы самсаны былайынан басамыз. Сонда қатпарлы болып шығады қазір жайған кезде. Былай тігінен қоямыз да, осылай басамыз ортасынан. Тарелкаға сала береміз. Мінекей.
Енді нанымызды жаямыз. Нанын жайып алдық. Ортасына начинкасын саламыз. Салмасын. Енді бұлай қысамыз. Қаттырақ қысып жіберіңіздер, ортасы ашылып кетпесін. Бұны төмен қаратамыз. Осылай. Қағаздың бетін кішкене майлап қойдым. Жабыс қалмасын деп. Осылай жайып аламыз. Қаттырақ қысып жіберіңіздер. Төмен қаратқан кезде ішіндегі соғы ағып кетпейді. Міне, осылай жасап алдық. Енді мен бетіне сүт жағам. Бетіне жұмыртқа жақсаңыздар да болады. Енді бетіне күнжіт себем. Мак сепсеңіздер де болады. Осылай күнжіт септім. Енді духовке саламыз. Жарты сағатқа. Духовке саламыз. Духовке саламыз. Әркімнің духовкасы әрқалай. Көріп тұрасыздар піскенін. Жарты сағатқа саламыз. Неке самсамыз пісті. Осындай қатпарлы самса болып пісті. Астарыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болыңыздар.